Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабақта 74-ші сабақ бөлу амалының компоненттерін өтеміз. Бірінші тапсырмада мына сандарды 3-3-тен неше рет азайту керектігін түсіндір. Бірінші, 6 дегеніміз 6-дан 3-те 2 рет азайтамыз. Себебі 6-ның ішінде мына 3 деген 2 рет кездеседі. Яғни 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. 9-ның ішінде 3 дегеніміз 3 рет кездеседі. 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. 12-ның ішінде 3 дегеніміз міне 4 рет кездеседі. Себебі 12-ден 3-ті 4 рет азайтсақ 0 шығады. 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. 15-дің ішінде 3 деген 5 рет кездеседі. Сол кезде 15-тен 3-3-тен 5 рет азайтқанда мәні 0-ге тең болады. Яғни 15-ті 3-ке бөлсек мәні 5-ке тең болады. Келесі есеп. Үлгіге қарап азайтуды бөлумен алмастыр. 16 азайту 4, азайту 4, азайту 4. Яғни 16-дан 4-ті 4 рет азайтамыз. Сол кезде 0 шығады. Бұл деген сөз 16-ны 4-ке бөлсек, мына жерде 4-тердің саны 4-те болып тұр, мәні 4-ке тең болады. 15-тің ішінде 5 3 рет кездеседі. Яғни 15-ті 5-ке бөлсек, міне 5-теріміз бізде 3 болып тұр. Сонда мәні 3-ке тең болады. 18-дің ішінде 3 неше рет кездесіп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда 18-ді 3-ке бөлсек, мәні 6-ға тең болады. Ал 20-ның ішінде 5 4 рет кездесіп тұр. 20-ны 5-ке бөлсек, мәні 4-ке тең болады. 14 бөлінген 7 деген ол бөлінді деп атайды. Ал 14 бөлінгіш, 7 бөлгіш болады. Ал 2 деген ол өрнектің мәні деп аталады. 17 бөлінген 2 дегенді әртүрлі айтуымызға болады. Мысалы, 14 пен 7-ның бөліндісінің мәні 2-ге тең. Немесе 14 санын 7-ге кемітсе 2 шығады деп әртүрлі қылып айта беруімізге болады. Келесі тапсырма, суретті пайдаланып бөлуді орында. 12-ні 2-ке бөлсек, мына жерде бізде 12 үшбұрыш бар. Сол 12-ні мына 2 қатарға бөлсек, әр қатарда неше үшбұрыштан тұр? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 үшбұрыштан тұр. Демек 12-ні 2-ке бөлсек 6-ға тең. 12-ні 6-ға бөлсек, 6-аудан неше қатар шығып тұр? 2 қатар шығып тұр. Онда 12-ні 6-ға бөлсек 2-ке тең болады. Келесі, мына қызыл шарларға қарайық. 10-ды 5-ке бөлсек, 10-ды 5-ке бөлсек, міне 5-еуден неше қатар шығып тұр? 2 қатар. 10-ды 5-ке бөлсек 2 болады. Ал 10-ды 2-ге бөлсек, мына 2 қатардан бөлінгенде оның әрқайсына неше дөңгелектен тұр? 1, 2, 3, 4, 5. 5 дөңгелектен тұр. Демек 10-ды 2-ке бөлсек, мәні 5-ке тең болады. Үшінші есеп. 21-ді 3-ке бөлсек, 3 қатарға бөлсек, әрқайсында неше шаршыдан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 шаршыдан бар екен. Онда 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. 21-ді 7-ге бөлсек, міне 3 қатары, онда ол 3-ке тең болады екен. Келесі тапсырма. Бөлінгіші 18-ге, ал бөлгіші 2-ге тең болатын бөліндіні құр. Ол дегеніміз, бөлінгіш деген 18 бірінші тұрады, бөлгіш деген 2. 18 2-ге бөлсек, оны азайту амалымен бөліндінің мәнін тап. 18-ден 2-ні азайтамыз. Неше рет азайтамыз? 18-ден 2 азайтам 16. 16-дан 2 азайтам 14. 14-тен 2 азайтам 12 деген секілді 0 шыққанша 2-ні неше рет жаздық? Міне 9 рет жаздық. Сонда 18-ді 2-ге бөлсек,
мәні 9-ға тең болады. Келесі тапсырма. Аулада 6 бала ойнап жүр. Әр топта 2 баладан. Сонда олар неше топқа бөлінді? 6-ны 2-ге бөлем 3 шығады. Сонда балалар 3 топқа бөлінді. Әр топта 2 баладан кездескендігін байқадық. Осы есептің екіншісі. Аулада 6 бала жүрді. Олар 2 топқа бөлінді. Әр топта неше баладан болды? 2 топқа бөлінсе, 6-ны 2-ге бөлем 3 болды. Сонда әр топта 3 баладан болғандығын көрдік. Келесі тапсырма. Шаршының орнына тиісті санды қой. 6 бізде 3 рет кездесіп тұр. Онда 6 қосу 6 деген көбейтінді түрінде 6 көбейту 3 деп жазуға болады. Ал мына жерде 2-ні өз-өзіне 3 рет қосты, соны 2 көбейту 3 деп жазыпты. Мына жерге сонда бос ұяшықтың орнына 2 жазамыз. Келесі 5-ті өз-өзіне 4 рет қосыпты. Онда бұны қалай жазамыз? 5 көбейту, мына жерде 4 рет кездесіп тұр, 5 қасына 4 деп жазамыз. Ал мына жерде де 1 4 рет кездесіп тұр, 1 көбейту 4 деп жазамыз. Келесі тапсырма. Азайтуды бөлумен алмастыр. 27 азайту 9, азайту 9, азайту 9 тең 0-ге. Міне оны бөлу түрінде жазсақ, 27-ні 9-ға бөлсек, 9 міне 3 рет кездесіп тұр, мәні 3-ге тең болады. 18-ді 6-ға бөлсек, мәні 3-ге тең. 30-ді 6-ға бөлсек, міне 6 5 рет кездесіп тұр. Демек 30-ды 6-ға бөлсек 5-ге тең. 15-ді 3-ге бөлсек, 3 5 рет кездесіп тұр. 15-ді 3-ге бөлсек 5 болады. 20-ны 4-ге бөлсек 5 болады. Себебі міне 4-ті 5 рет азайту етіп жаздық. Ал 45-ті 5-ге бөлгенде біз 5-ті 9 рет жазады екенбіз. 0 саны шыққанға дейін 45, 40, 35, 30 сандарын 5-5-тен неше рет азайту керек? 45-ті міне 9 рет азайтыппыз. 9 рет азайтылды. Ал 40 болса 8 рет азайтылады. Мына 30 5-5-тен 7 рет азайтылады. 30 6 рет азайтылады. Келесі тапсырма. Сан сәулесі бойынан өрнектердің мәніне сәйкес сандар мен әріптерді тап. Оларды өсу ретімен қой, қандай сөз шықты? Мына жерде берілген есептерді бірінші шығарайық. 2-ні 5-ге көбейтем 10, 3-ге көбейтем 9, 14-ті 2-ге бөлем 7, 4-ге көбейтем 12, 12-ні 4-ге бөлем 3, 2-ні 4-ге көбейтем 8, 20-ны 4-ге бөлем 5. Осы шыққан сандарды өсу ретімен жазайық. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 шықты. Осы сандар бойынша енді сан сәулесінің бойынан тиісті әріптерді табайық. Мысалға 2 деген ол Е дейді міне. 2 деген Е. 3 дегеніміз ың дейді. Міне осты барлығын теріп алып келген кезде еңбекқор деген сөз шықты. Еңбекқор сөзінің мағынасы әрқашан тынбай, ерінбей жұмыс істейтін, ерінбей сабақ оқитын оқушыларды еңбекқор оқушылар деп айтамыз. Және де оқушылар сендерді әрқашан еңбекқор болуға шақырамын. Сонымен оқушылар, сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.